Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз Өзбек әлі және мәдени майдан сайысын өткізу барысындамыз. Және де бұл мәдени майдан болғандықтан біз дайындық тестін жасап, сол дайындық тестінің 10 жеңімпазымен және де өзіміздің кітап клубының мүшелерімен бірге Жамбыл облысындағы тарихи мәдени 10 түрлі локацияны саяхаттауға бара жатырмыз. Осында 2000 жылдық тарихы бар Тараздың тарихын өзіміз зерттемесек, қызықпасақ, бұл басқа ешкімге керек емес. Сондықтан да осыны өзімізден бастап жатырмыз. Тарихи мәдени саяхатымыздағы экскурсиямыздағы ең бірінші локация Айша бибі кесенесі. Енді осы маршрутты құрушы гид ретінде Әділет, неліктен осы локацияны таңдадың? Бірінші бұл локацияны таңдаған себебім Айша бибі кесенесі бұл бүкіл әлемдік мәдени мұраларға енген Қазақстан бойынша алғашқы Орта Азияда теңдесі жоқ мәдени ескерткіш болып саналады. Және де осы қазіргі өткізіп жатқан жарысымыз бойынша Жәнібек мәдени майдан бойынша Өзбекелі атамыз осы кесенені қайта қалпына келтіруге өзінің септігін тигізген тұлға ретінде осы жерді таңдады. Біздің саяхатымыздағы екінші нүкте ол Әулиебастау бұлағы. Бұл суда 16 түрлі минерал бар екен. Ішсең де ем, шомылсаң да ем болады екен. Тамда деген жер екен, өзінің бұлағы, өзінің тарихы, ескерткіштері бар екен. Енді осы жерге келгеннен кейін біздің дайындық тест сайысымызда бірінші орын алған Ринат жігіттен бір-екі сұрақ қойғым келіп тұр. Себебі бұл біріншіден 100% тестке жауап беріп бірінші орын алып тұр, және екіншіден осы Қаратаудың тумасы екен. Енді Ринат, бір ғана сұрағым бар. Қаншама жүздеген адам қатысып жатыр, сен қысқа уақытта және де 100% тестке жауап берген екенсің. Оның сыры неде? Басқаларды білгісі келіп тұрды. Кітапты оқып отқанда, бір досыңа болсын, ата-анаңа болсын, достарыңа түсіндіріп отқанда, түсіндіре алсаң, өзің көріңіздер ғой, сырды еске сақтап алыңыз. Жеңімпаздың сыры оқиды, оқып қоймай, оны біреуге, достарына, ата-анасына біреуге айтып береді. Сол кезде одан сайын миында беки түседі екен. Рахмет, тамаша. Кеудемесіңді көк шөптің түтіні болу керек еді мен бір күні болса жүргенімде бір күлі күйдіріп алма қолыңды ыстық болады жүрек ұмытпасаң жолыңды айналаң зұлымды бірақ көрсетпе жүзіңді мұңды білекті бірді білімді маңды тексі. Келесі локациямыз бұл Шарал ауылында орналасқан Абдулла Ишан мешіт медресесі. Бұл Абдулла Ишан атамыз Бұхарада оқыған, парсы, араб тілдеріне өте жетік меңгерген білімді тұлға болған. Осы ауылдағы бай кісілерді жұмылдырып, осы мешіт медресені халықты және балаларды оқыту үшін ашқан.